Пейджет есімді басты кейіпкер өзіне макияж жасап ұйқысынан оянғандай түр жасап тікелей эфирге шығады. Пейджет біздің басты кейіпкер орта көлемді аудиторияға ие. Ол бет терісіне арналған брендтерді жарнамалаумен айналысады және сол арқылы табыс табады. Тікелей эфирде ол өз оқырмандарына бет терісіне күтім жайлы кеңестер айтып болған соң бөлмесінен шығып анасы жаққа қарай беттейді. Анасы қызына келген поштадан келген қағазды айтады. Қызы бірден ішін ашып қараса, $4000 шегін көріп мәз болады. Бұл шекті әлгі бренд компаниялардан жіберген екен. Қыз бұл ақшаға қымбат киім-кешек алуды жоспарласа, анасы оқуына қалдыруына шақырады. Пейджет өзін байдың қызы ретінде таныстырып, қымбат үйде өмір сүріп жатырмын деп алдаумен болады. Құрбыларын үнемі қымбат үйдің жанына шақырып, алдамшы образ жасайтын тұғын. Оның жақын құрбылары Олден және Куин оған соғып бірге Пейджеттің жігіті Джорданды өзіне түсірген клипін құттықтауға аттанады. Кинода бізге Кэмерон мен Брейн есімді ағалы қарындасты көрсетеді. Кэмеронды мектепте ешкім білмейді. Өз-өзімен жүрген тыныш жігіт. Тіпті оның қарындасы Брейн өз ағасынан ұялатын. Кэмеронның жалғыз досы Нишше. Ол да Кэмерон сияқты білімге қатты қызығатын оқымысты тұғын. Брейн Джордан есімді әншіні жаңа ғана шыққан клипін тыңдап келеді. Ал Кэмерон оның әнін нағыз қоқыс, ешқандай мағына жоқ деп ұнатпауда. Бұл кезде қыздар Пейджеттің жігіті Джорданды құттықтауға келеді. Тіпті оған қолдан торт жасаған. Құрбысы телефоны арқылы тікелей эфирге шығады. Оны көруге үлкен аудитория жиналды. Есікті ашып ішіне кірсе, нағыз сұмдық орын алады. Джордан бір билеуші қызбен Пейджеттің көзіне шөп салып жатыр екен. Пейджет бұны көріп не дерін білмей сасып қалады. Қыз оны қолына алып кешірім сұраумен болады. Пейджет ашумен өзі пістірген тортты өз қолымен лақтыра жөнеледі. Тікелей эфирде дәл осыны миллионға жуық оқырман көріп таңырқайды. Қыз арамызда бәрі бітті деп жыларман болады. Олден тікелей эфирде екенін есіне салады. Пейджет бұны естігенде не істерін білмей дереу телефонды қолына алып тікелей эфирді тоқтатады. Келесі күні Пейджет өзін жолы болмағыш біреу ретінде сезініп, өзін төмен түсіріп тастайды. Оған анасы келіп қолдау танытып, әлі-ақ бақытты болып кетесің деп жұбатумен болады. Пейджеттің негізгі уайымы ол мектепте жер болғандығын айтады. Кейінірек Куин хабарласып одан халін сұрайды. Өз кезегінде Пейджет Джорданның нағыз бетпердесін аштым десе, Куин оған дереу TikTokқа кіріп, көр не болып жатқанын дейді. Әлеуметтік желіде Пейджет нағыз мемге айналыпты. Әсіресе дәл бағанағы мұрнынан ағып тұрған сәті TikTokта үлкен танымалдық жинайды. Оны идеалды қыз атағынан айырып, мемнің адамы ретінде барша әлемге танылады. Және оған Джессика хабарласады. Бұл ханым дәл осы Пейджет жарнама жасайтын косметикалық өнімдердің басшысы. Джессика, біз енді сізбен әріптестік орната алмаймыз дегенді желеу етіп, қоңырауды қоя салады. Бұл уақытта жақын құрбылар Куин мен Олден болып жатқан оқиғаларды талқылайды. Олденнің айтуынша Пейджет осыған лайықты десе, Куин таңданыспен сенің бұған қатысың бар ма дегенде, оның жоғары болуы, тартымды жігітке ие болуы, тағы да басқа да себептерге байланысты қызғанышы барын жасырмады. Пейджет мектепке келгенде бәрі оған күлумен болады. Қыздар Джорданның балалық шағын есіне түсіріп, артық салмақпен нашар прическасын айтып күледі. Олден Пейджетті Джордандан алыстату мақсатында неге өзіңе басқа Джордан жасамайсың дей бергенде, выпускной балына Ханзада мен Ханшайым туралы жарыс өтетіндігі хабарланады. Пейджет жаңа жігіт тауып, оны Ханзадаға айналдыра алсам ше деген оймен болады. Бұл бір уақытта Джорданды ашуландырады және идеалды қыз деген атағын қайтаруға болады. Олден күлкіге айналдырып, сенің қолыңнан бәрібір ештеңе келмейді деп ақырып бәсекеге түседі. Үш қыз жігіт іздеуге аттанады. Кейінірек олардың көздері қоқысты түсіріп жатқан Кэмеронға түседі. Кэмеронның ойынша жай осы қоқыстың өзінде үлкен мән мағына бар. Куин арнайы қосымша арқылы мәліметті қарастырып көрген, бірақ еш нәрсе жоқ. Өзімен өзі жүрген бір түрлі қоғамға жат қылықтар жасайды. Кэмеронға Джордан күніге тиісетін тұғын. Дәл осындай жігіт Пейджетке дәл идеалды жігіт болды. Келесі күні Пейджет Кэмероннан қайырымдылыққа қаражат жинау шарасын суретке түсіру үшін көмекке сұрайды. Алайда ол қайырымдылықты бітіру кешіне арналып жасалғанын естіген соң ойыннан бас тартып, бұл уақытты құр босқа жұмсау деп есептейтіндігін айтады. Қарындасы ағасының бұл қылығы үшін кешірім сұрап, ол студенттерді менсінбейді дей келе, сөз арасында ол уақытын ипподромда волонтерлік қызметпен айналысатындығын айтады. Келесі күні ипподромға келіп, жылқыға мініп үйретуін сұрайды. Әуелі екеуі қораны тазалайды. Тазалауды бітіре сала атқа мінуді үйретеді.
Пейджеттің әр секунд сайын фотоға түсетіні іштей Кэмеронға ұнамайды. Қыз аттан түсе бергенде құлай кетеді. Оны құтқаруға талпынған Кэмерон да бірге боқтың үстіне түсіп, екеуі де күліп, бір-бірімен ойнаумен болады. Келесі күні Пейджет кешегі жылқы сабағына алғысын айтып, караоке вечеріне шақырады. Жігіт қарсы болса да Нишаның қызығушылық танытып, ақыры Кэмеронды вечерге апарады. Кеште Кэмерон өздерін біртүрлі сезінеді. Сахнада Пейджет әннің көркін қыздырады. Бірақ содан кейін кеште Джордан әлгі биші қызбен пайда болады. Бұны көрген Пейджет аузына сөз тығып, сөйлей алмай қалады. Қыздың әніне тәнті болған Кэмерон сахнаға шығып, қосылып ән айтып, қызды қолдайды. Екеуі естен кетпестен қылып ән айтып қойылым қойды. Жұрт қошемет көрсетті. Кейінірек қыз Кэмероннан заттарын үйіне жеткізуіне көмек сұрайды. Жігіт көнді. Үйіне жеткенде біздің басты кейіпкер әдейі қайта келу үшін Амияның көлікте қалдырып кетті. Келесі күні таңертең Брин Кэмеронға Пейджетке байланысты сұрақ қойып, жігітті қобалжытады. Осы уақытта Джессика біздің басты кейіпкермен хабарласып, кешегі Кэмеронмен шырқалған ән желіге тарап, қызу талқыға түсіп жатқанын айтып, жігіт жайлы сұрайды. Пейджет оның келесі макияж жобасы екенін айтып, оның мақсаты Джорданнан да бұл жігітті танымал қылу дейді. Әсерленген Джессика, егер де ойын жүзеге асып жатса, біздің брендке қайта шақырамыз дейді. Ағайындылар әңгіме арасында Брин Кэмеронның видеосын көрсетіп, жігітті ұялдырып жібереді. Дәл осы сәтте Пейджет Бринге қоңырау шалып, кешегі әдейі қалдырған Амияны сұрағанда, Кэмерон қарындасының ойынан қайтармақшы. Ал Бриннің ойын біздің басты кейіпкер қонаққа шақыру айтқанын жасады. Пейджет те уақыт созбай үйге келді. Қыз Кэмероннан атқа міну сабағының жалғасын сұрайды. Оқымысты жігіт амалсыз келісуіне тура келді. Екеуі жылқымен серуендеп жүріп, жақыннан әңгіме айтады. Пейджет оған өзі сияқты орта мектепті бітіруге асыққан, бірақ дәл осы сәтте демеушінен айырылып, не істерін білмей жүргенін айтады. Кэмерон бұның мәнін көрмей, жай ғана әлемді аралап, көптеген фотолар жасағысы келетінін айтады. Сөзін жалғастыра қызды фотоға түсе берген үшін мазақ қылады. Жігіт өзінің бос уақытын не істейтіндігін көрсетпекші. Пейджет ескі болса да жұмыс жасайтын теміржол вокзалына әкеп, сол жерді суретке түсіреді. Пейджет бұндай жерде бұрын-соңды болмағандықтан кейін бұны көріп таңғалады. Жігіт копия әперіп, Пейджет неге әжесімен бірге тұратындығын сұрайды. Кэмерон анасы жол апатына қайтыс болғаннан кейін әкесі Швецияда тұруды жөн көргенін айтып, қолындағы фотоаппарат кезінде анасына тиесілі болғанын жеткізеді. Пейджет те ата-анасының ажырасқанын айтып, анасының қызы үшін жұмыс істеген ауыр күндерінен сыр шертеді. Ақыры қыз жақында болатын сауық кешіне қонаққа шақырады. Оған әрине стилін өзгерту керек. Келесі көріністе достарымен киім таңдап жатқанын көрсетеді. Пейджет оқымысты жігітке макияж жасап, оның келбетін өзгертеді. Оның шашын қысқартып, костюм киеді. Ал оқымысты жігіт нағыз краш болып шыға келеді. Бұған қыздың сезімі жайлап ашыла бастайды. Олардың барлығы кешке аттанады. Келген қонақтар крашқа қарап таңданысын жасырмайды. Джордан да кешке келіпті. Сөйтсе оны қызды тастап кетіпті. Мүмкіндікті жібермеу мақсатында Пейджеттен кешірім сұрайды, бірақ ол бас тартып кетіп қалады. Джорданның көзі Бринге түсіп, оны өзінің арам ойына тартмақшы. Бринге Джордан ұнаса да, лас ісінен соң қашып, көпшіліктің арасынан ағасына жүгіріп келеді. Кэмеронға болған жағдайдың бәрін хабарлайды. Кэмерон ашуланып Джорданмен сөзге келеді. Ақыры екеуі істі жігітше шешеді. Екеуі төбелескенде жанындағылар бұны түсіріп алып, Джорданның мазақ болған жеңілісін әлеуметтік желіге жариялайды. Бір кезде Джордан кек алу мақсатымен Кэмеронның сүйікті фотоаппаратын суға лақтыра салады. Оның артынан суға жігіт те секіріп түседі. Аппаратын алып кештен кетпекші. Дәл осыдан соң біздің басты кейіпкер жігіттен осы істер үшін кешірім сұрайды. Содан кейін Кэмерон неге кенеттен мен сияқты балаға қызығушылық танытқанын сұрайды. Сұраққа жауап жоқ. Түнде ол макияжын шешіп жатып, тікелей эфирге кіреді. Онда ол әрқашан сыртқы келбетіне, мінез құлқына қалай мән беретінін айтты. Бірақ айналаңызды көру маңызды. Оған телефонына Джессикадан хат келеді. Хатында кешегі төбелесті көріп, аз уақытта демеушілік мәселелерімен қайта хабарласатыны жайлы жазба. Азанда Кэмеронды барлығының назарына кешегі төбелестен кейін видеомен ілікті. Тіпті Кэмеронды бітіру кешіне ханзада болу кандидаттығына ұсынылғанын естиді. Оның үстіне кешке қатысу арқылы Джорданды ашуландырып кек алуына болатынын ойлап келіседі.
Кейінірек Пейджет Джордан мен Олденнің қол ұстасып жүргенін байқаусызда көріп қалады. Сөйтсе бұның бәрі Олденнің ойы екен. Оны қорлау үшін әдейі тікелей эфирді тоқтатпай мем жасауға да өз үлесін қосқан. Тіпті Олден Куин екеуі шын мәнінде Пейджеттің кедей отбасыдан екенін біліп, аяушылықпен айтпағанын жеткізіп кетіп қалады. Сонда да Куин оны қолдап қасында қалады. Кэмерон құрбылардың арасында кешегі істер үшін кешірім сұрайды және оны ертіп қараңғы бөлмеге апарып, сонда өзінің суреттер коллекциясын көрсетеді. Оқиғасы екеуінің сүйісуімен аяқталады. Кейінірек Брин ағасының Пейджетпен сүйгенін естіп, оны бітіру кешіне жұп болу идеясын тастайды. Қарындасының айтқанын жасап әрекетке кіріседі. Қыз енді келісімін бере бергенде Олден пайда болып, Кэмеронды жай өзінің мақсатына жұмсап, осының бәрі бәс екенін айтып, жұптың арасына от салады. Кэмерон өз құлағына сенбей, құр бәске бола ма десе, Пейджет мән-жайды түсіндірмек болды. Бірақ оны тыңдауға Кэмеронның ашуы ерік бермеді. Іс-шараның басталар күні Пейджет анасымен ашық сөйлесіп, мұңын білдірді. Соған қарамастан қатты реніш білдірген Бринге қоңырау шалып, Кэмеронға деген сезімін білдіреді және оған ағасын бітіру кешіне қатысуын өтініп сұрайды. Кейінірек Брин ағасының жұмысына барып, Пейджеттің ойын айтып көндірмекші. Ағасы басын алып қашқанда, қарындасы анамыздан айырылғандай, одан да айырылмашы деген сөзі Крашқа ауыр тиеді. Ақыры қарындасының ойымен келісті. Бітіру кешінде Джордан мен біздің басты кейіпкер Ханзада мен Ханшайым атағын алады. Сөз сөйлеу кезінде Пейджет өзінің шынайы келбетін тұлғасын ашады. Ол өзінің шынайы фотоларын көрсетіп, әлеуметтік желідегі бейнесі жалған екенін айтып, анасының медбике екенін, шынайы өмірінің барлық тұстарын ашты. Сөйте келе тәжінен бас тартып сахнадан кете қалады. Қуанышпен қолын ысқылап, Олден өзін Ханшайым ретінде жариялайды деп сахнаға шықса, оның масқара жеңілісін айтып, тәжді Селесте есімді нефр қызға Ханшайым ретінде жариялайды. Біздің басты кейіпкер ұнжырғасы түсіп шыға бергенде, телефонына Кэмеронның жақсы көремін атты хабарламасын оқиды. Краш нағыз джентльмендік стилде келіп, бір-бірінен кешірім сұрап, шынайы түрде сүйіседі. 1,5 айдан кейін бізге сценаның екеуінің Португалияда қыдырып жүрген сәттерін көрсетеді. Олар осы жазда барлық әлемді саяхаттап жүр. Осымен фильмді аяқталады. Қош сау болыңыздар.